Қайырлы күн, құрметті ауыл тұрғындары, Ақсу ауылдық. Добрый день, уважаемые жители села Ақсу. Решите для начала представиться. Коржов Елана Манжолович, председатель Бурлинской районной территориальной избирательной комиссии. Как вы знаете, при истечении срока полномочий акима Аксуского сельского округа 14 мая были назначены выборы Аксуского сельского округа на 22 июня. 3 кандидата на сегодняшний день выдвинулись, прошли проверку в соответствующих органах и зарегистрировались. Со 2 июня они начали свою предвыборную программу. 3 кандидата у нас все являются самовыдвиженцами. По Аксусскому сельскому округу работает 1 избирательный участок в составе 5 человек. Уже вы получили пригласительные, начали, знаете. Прошу всех 22 июня прийти на избирательный участок и выбрать своего акима. Для сегодня вас приветствуем на дебатах среди кандидатов. Это у нас проводится так. Вот. Слово сейчас хочу предоставить модератору Малиге Расалулу. Қайырлы күн, Ақсу ауылдық округінің сайлаушылары. 30 жыл тарихы бар Қазақстан Республикасы сайлау жүйесінің негізгі құндылықтары азамат, әділдік, демократия және сенім. Басымдылықтарының бірі сайлаушылар сеніміне ие болу, азаматтардың сайлау мәдениетін көтеру. Біз бүгін Ақсу ауылдық округі әкімінің сайлауына байланысты кандидаттардың пікірсайысын өткізуге жиналып отырмыз. Осыған орай саяси мәдениетті қалыптастыру мақсатында ең тиімді құралдардың бірі ол саяси дебат. Батыс Қазақстан облыстық аумақтық сайлау комиссиясының бастауымен ауыл округтерінің әкімдерін сайлау кезінде электораттың қатысуымен ұйымдастырылған саяси дебаттар көпшіліктің қолдауына ие болды. Бүгін сіздердің ауылдарыңызда сайлауалды пікірсайыс өткізгелі отырмыз. Біз бүгінгі пікірсайысқа Ақсу ауылдық округінің әлеуметтік экономикалық дамуы тақырыбын таңдап алдық. Дода 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде ауыл әкімдігіне үміткерлер өздерінің сайлауалды бағдарламаларымен таныстыратын болады. Екінші бөлімде кандидаттардың бір-біріне сауал қою арқылы келешек жоспары мен түйінді мәселелерді шешу жолындағы өз жоспарларын айтатын болады. Ал үшінші кезеңде пікірсайысқа қатысып отырған ауыл тұрғындарының кандидаттарға өз сауалдарын қоя алады. Тараптар пікірсайыстың осы ережелерін бұлжытпай сақтауға тиіс. Пікірсайыс Батыс Қазақстан облыстық аумақтық сайлау комиссиясының Facebook ресми парақшасында тікелей эфирде көрсетілуде. Сонымен қатар аудандық бұқаралық ақпарат құралдарында көрініс табады деп сенеміз. Ендеше, құрметті қатысушылар, пікірсайысты бастамас бұрын кандидаттардың өмір баянымен таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Кандидат Азаматов Руслан Нұрболатович 1987 жылы Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген, білімі жоғары, 2009 жылы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің тарих мамандығын аяқтаған. Еңбек жолын 2008 жылы Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Азан жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сауда өкілі болып бастап, кейін 2009-2020 жылдар аралығында тарих пәні мұғалімі, Бөрлі өлкетану музейінің меңгерушісі, 2020-2021 жылдары Бөрлі ауданының ішкі саясат бөлімінің жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы, 2021-2025 жылдары Бөрлі ауданының ішкі саясат бөлімінің бас маманы, Бөрлі ауданы әкім аппаратының бас инспектор болып қызмет атқарған. Жалпы қызмет өтілі 16 жыл, мемлекеттік қызмет саласында 3 жыл 6 ай, отбасылық жағдай үйленген, 4 бала тәрбиелеп отыр. Келесі кандидат Кубжанова Даргүл Ерикуна 1989 жылы Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген, білімі жоғары, 2010 жылы Жәңгірхан атында Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің машина жасау мамандығын, 2020 жылы Қазақстанның инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университетінің есеп және аудит мамандығын тәмамдады. Еңбек жолын 2012 жылы Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының ішкі саясат бөлімінің іс жүргізушісі, кейін инспектор болып 2022 жылы бастап Бөрлі ауданы Бөрлі ауылдық округі әкім аппаратының бас маманы қызметін атқарған. 2023 жылдан бастап Бөрлі ауданы Ақсай қаласы әкім аппаратының бас маманы лауазымында қызмет етеді. Мемлекеттік қызмет өтілі 7 жыл 8 ай, жалпы қызмет өтілі 12 жыл 11 ай. Отбасылық жағдайы ажырасқан, 1 бала тәрбиелеп отыр. Келесі кандидат Сагиналиева Гүлмира Сагиналиевна 1971 жылы Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген, білімі жоғары, 2007 жылы
Жағанша Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжі технология мамандығын 2011 жылы Батыс Қазақстан инженерлік гуманитарлық университетінің информатика мамандығын тәмамдады. Еңбек жолын 2002 жылы Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Шалғын негізгі жалпы мектебінің лаборанты, 2009-2017 жылдары Қаратөбе ауданы Шалғын негізгі жалпы мектебінің кітапханашысы қызметін атқарған. 2017 жылдан бастап Бөрлі ауданы Пугачев ауылдық округі әкім аппаратының бас маманы лауазымында қызмет етеді. Мемлекеттік қызмет өтілі 8 жыл 1 ай, жалпы қызмет өтілі 22 жыл 4 ай, отбасылық жағдайы 3 бала тәрбиелеп отыр. Алдымен кандидаттардың сөйлеу ретін анықтап алу үшін жеребе өткізетін боламыз. Құрметті кандидаттар, келіп жеребелеріңізді таңдасаңыздар болады. Нөмірі реттік саны 1, иә? Келесі. Нөмірі 2. Нөмірі 3. Ендеше бірінші кезең сайлау алды бағдарламасымен таныстыру. Құрметті пікірсайысқа қатысушылар, кандидаттардың осыған дейін атқарған қызметімен және олардың өмір жолымен таныс болдыңыздар. Енді әр кандидатқа сіздердің алдарыңызда өз бағдарламасын таныстыруға мүмкіндік берейік. Бағдарламамен таныстыруға 6 минут уақыт беріледі. Реттік сандарыңыз бойынша бастай берсеңіздер болады. Құрметті ауылдастар, есімім Азамат Руслан Нұрболатұлы, жаңа таныстырып өткендей, 1987 жылы 22 қыркүйек күні Теректі ауданы Пансиопын ауылында дүниеге келгем. Балалық шағым Сырым ауданы, сонау Сырым батырдың дастанына қанып, Сырым жерінің топырағына ауна өскен Жымпиты еліненмін. 1999 жылдан бері Ақсай қаласында тұрамын. 26 жыл болды. Қазіргі таңда өздеріңіз естігендей 3 ұл, 1 қыз тәрбиелеп отырған жайымыз бар. Енді кезекте өзімнің сайлауалды бағдарламамен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Біріншіден, Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ауыл әкімінің міндеттеріне кіретін жұмыстарды белсене атқаруға сөз берем. Екіншіден, қазіргі таңда Бөрлі ауданында электр желілерінің тозғанын айтпасқа болмайды. Соның бірі біздің ауылдық округте де бар. Ақсу және Жаңақоныс ауылдарының ішкі желілерін ауыстыруға ықпалдасам. Сонымен қатар бала ойынға құштар. Біз оны тек қанағаттандыруымыз керек. Екінші кезекте Жаңақоныс ауылындағы балалар алаңын аяқтауға ықпалдасам. Сонымен қатар алыс жүрсеңде жолмен жүр деген қазақта дана сөз бар. Дана қазағымызда Ақсу және Жаңақоныс ауылдарының кіреберіс жолдарын күрделі жөндеуді өткізуге ықпалдасу. Сонымен қатар Қарашығанақ Шел және Ени компаниясының қазіргі таңда жобасы бар, Батыс Агрохаб деген. Біздің ауылда да жастарымыз сол Агрохаб жобасына қатысып, грант ұтып, қазіргі таңда көкөніс өсірумен шұғылдануда. Сол жылыжай ашқан жастарға қолдау білдіре отырып, сонымен қатар ауыл тұрғындарын да сол жобаға қатысуға шақырамын. Және де ауыл халқының белсенділігін, экономикасын, сонымен қатар ауылдың экономикасын көтеруге ауыл ел бесігі, қаладан ауылға, сонымен қатар қазіргі таңда жақсы біз ауыл шаруашылығын дамытуға бір жақсы жобамыз бар, ауыл аманаты деген. Сол жобаға ауыл халқының белсенді қатысуын ұйымдастырып, бағана айтқанымдай, ауылдың экономикалық әлеуметтік дамуын ұйымдастырғым келеді. Және де ауылдағы кәсіпкерліктерімізді, сонымен қатар шаруа қожалықтарын, және де ауылды кооператив ашып, ауыл шаруашылығын қолымыздан келгенше жоғары деңгейге көтеруге жұмыстану. Қазіргі таңда қоғамдық спорттың дамыған заманы. Сол дамыған заманда ауылымызда қоғамдық спорт түрлерін ауылымызда дамыта отырып, жастарымыздың белсенділігін, сонымен қатар сол жастарымыздың бос уақытын тиімді пайдалану үшін
жұмыстанғым келеді. Сонымен қатар ауылдағы әлеуметтік осал топтарымыз бар. Сонымен қатар зейнеткерлеріміз бар. Сол зейнеткерлерге алдағы уақытта көмек қолын созсам деген ниеттемін. Сонымен қатар ауылда жұмысшы жүрген жастарымыз бар, ауыл тұрғындары бар. Сол кісілерді жұмыспен қамтып, әлеуметтік жағдайын көтеруге жұмыстану. Сонымен қатар ауылдық бюджетке салықтың түсімін жоғарылатуға, салықтың түсімін уақытылы түсуге. Сонымен қатар ауылымызда ауыл шаруашылық саласындағы игерілмей жатқан жерлерді мемлекет меншігіне қайтару бағытында жұмыстансам деймін. Құрметті Ақсу ауылдық округінің тұрғындары, бүгінгі пікірсайысқа қатысушылар, сіздерді өзімнің сайлауалды бағдарламаммен таныстырып өтейін. Менің басты мақсатым ауыл тұрғындарының әл-ауқатын жақсарту, яғни ауыл тұрғындарының тұрмыс деңгейін көтеріп, әлеуметтік жағдайын жақсарту. Осы бағытта жаңа жұмыс орындарын көбейту, кәсіпкерлікті дамыту, жастарды қолдау және ауыл инфрақұрылымын жаңғырту. Біріншіден, шағын және орта бизнесті дамытуға жағдай жасау. Шағын және орта бизнестің дамуына қолайлы жағдай жасау арқылы ауыл экономикасын жандандыруға ықпал етемін. Бұл бағытта ауыл кәсіпкерлеріне кеңес беру, ақпараттық және әдістемелік қолдау көрсетемін. Шағын несие беру бағдарламаларын тиімді іске асыруға күш саламын. Ауыл шаруашылығы және кәсіпкерлік саласын дамыту үшін мемлекет тарапынан ұсынылатын субсидиялар мен қолдау тетіктеріне қолжетімділікті арттырамын. Екіншіден, әлеуметтік әлсіз топтарды қолдау. Көп балалы отбасыларға, мүгедектігі бар азаматтарға және еңбек ардагерлері бар отбасыларға әлеуметтік қолдау көрсетемін. Қолжетімді қызмет түрлерін кеңейтуге және қажетті көмектер көрсетуге ерекше көңіл бөлемін. Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру арқылы мұқтаж отбасылардың тұрмысын жақсартуға ықпал етемін. Үшіншіден, жастарды қолдау. Осы бағытта жастарға рухани адамгершілік және патриоттық тәрбие беру бойынша түрлі жобаларды қолдаймын. Салауатты өмір салтын насихаттап, бұқаралық спорт түрлерін дамытуға жағдай жасаймын. Жастардың білімін алуына, шығармашылық қабілетін дамытуына және кәсіп бастауына жол ашамын. Төртіншіден, ауыл инфрақұрылымын жақсарту. Ауылдың көркеюі мен тұрғындардың өмір сүру жағдайын жақсаруы инфрақұрылым сапасына тікелей байланысты. Осы бағытта ауылдағы көгалдандыру, санитарлық тазалық және абаттандыру жұмыстарын жүйелі түрде жалғастырамын. Ауылшылық жолдарды жөндеу және шаңды жолдарды тегістеу жұмыстарын кезең-кезеңмен жүргізуге тырысамын. Көшелерге жарық шамдарын орнату және қолданыстағы жарық жүйесін жаңарту жұмыстарын іске асырамын. Бесіншіден, жергілікті қоғамдастықпен тығыз қарым-қатынас орнатып, халықтың талап тілегін ескере отырып шешім қабылдаймын. Назарларыңызға рахмет. Құрметті Ақсу ауылының тұрғындары, бүгінгі кеңес қатысушылар дебатқа. Мен енді өздеріңіз білесіздер, округ әкімін сайлау бүгінгі дебатқа мен өзім сайлау алды бағдарламамды дайындап келіп едім. Сол жөнінде айтып өтейін. Мемлекеттік бағдарламаларда көзделген қолдау шаралары арқылы Ақсу ауылдық округінің әлеуметтік экономикалық дамуын қамтамасыз ету. Бұл әрине ең бірінші кезекте тұратын әлеуметтік мәселе. Екінші, ауыл тұрғындарын округті басқару процесінде мақсатында жергілікті қауымдастықпен тығыз жұмыс жасау. Оны өздеріңіз білесіздер. Жергілікті қауымдастықтың сонымен қатар ауылдың үлкен ақсақалдарымен бірлесе отырып, ауылдың болашақ жасалынатын жоспары, жасалынатын жұмыстары туралы тығыз байланыста болу, сол кісілермен бірге заң аясында мемлекеттік сатып алу деген бағдарлама бар. Сол арқылы бірігіп жұмыс жүргізу. Шағын және орта бизнестің дамуына көмек көрсету, жаңа жұмыс орындарын құру мақсатында ауыл шаруашылық құрылымдарының құрылуында, округке инвесторлардың тартылуына және халыққа қызмет көрсету саласын дамыту бағытында жұмыстар жүргізу. Бұл да өздеріңізге түсінікті. Қазіргі таңда біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев
өзінің керемет бір бағдарламасын ұсынды, яғни шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту. Ауылымызда мысалы жаңағы қазір беріп жатыр қайтарымсыз кредиттер бар ғой. Сол жөнінде жаңағы шағын өздерінің кәсіпкерлерін ашуға көмек көрсету. Бұл біріншіден округ әкімінің міндеті, қолдау міндеті деп ойлаймын. Екіншіден жаңағы отбасылар бар ғой, бізде әлеуметтік осал топтар бар, соларға түсіндіру жұмыстарын жүргізу, сол кісілермен сөйлесу, түсіндіру және қайтарымсыз гранттар туралы түсінік беру, әрі қарай жұмыстану. Берілген құзырет шегінде ауылдық округ аумағында жер қатынастарын білікті түрде реттеу. Бұл да округ бойынша өте өзекті мәселенің бірі. Жер қатынастары әрине жер, бұл халықтың жері болғандықтан әрине көмек беру. Соның ішінде мысалы қазір жер дегенде мысалы бізде бар мал шаруашылығы жерлері, сонымен қатар жеке ауыл тұрғындарының жерлерін бөлу, солармен жұмыстану басты бағыт деп ойлаймын. Еңбек ардагерлеріне, зейнеткерлерге, көпбалалы аналарға, тұрмысы төмен отбасыларға тиісті дәрежеде көңіл бөліп қолдау жасау. Әрине бұл да өте жақсы жоспар деп ойлаймын. Өйткені біздер Ұлы Отан соғысының ардагерлері қазір ауылымызда жоқ. Тек қана бізде қалып тұрған тыл ардагерлері. Сондықтан тыл ардагерлерін кейінгі жас ұрпақ, жас буын, балаларымыз, өздеріміз сол кісілердің алдында құрмет көрсету, иілу, сол кісілерді жаңағы құрметтеу біздің ең басты міндетіміз. Сондықтан сол кісілерге жаңағы әсіресе мына Ұлы Отан соғысының 80 жылдығына байланысты келесі жылдары ары қарай жаңағы сол кісілерге құрмет көрсетіп, үйлеріне бару, көмек көрсету, тағы да басқа әлеуметтік қолдау көрсету. Зейнеткерлер енді оның ішінде де бар, біздің мысалы зейнет жасқа шыққан біздің үлкен аға буын апа ағаларымыз бар. Оларға да жаңа өз тарапынан көмек көрсету, әлеуметтік қолдау көрсету, сонымен қатар жаңа мақтау қағаздарымен марапаттау. Бұл да үлкен кісілерге өте жаңағы бір мәртебе деп ойлаймын. Сонымен қатарына тұрмысы төмен отбасылар. Әрине бізде бар әлеуметтік қолдауға қажет ететін отбасыларымыз бар, көп балалы отбасыларымыз бар. Оларға да көмек қолын созу, түсіндіру, ол округ әкімінің міндеті деп ойлаймын. Осы бағытта жұмыстанамыз. Ақсу ауылдық округін көгалдандыру, санитарлық тазалау, абаттандыру және тозығы жеткен электр желілерін ауыстыру жұмыстарын жүргізу, әрі қарай жалғастыру. Электр желісі бұл біздің облыс бойынша, аудан бойынша өте бір өзекті мәселе. Электр желілері бұл барлық ауылдарда көтеріліп отқан ең жаңағы қиын мәселенің бірі. Енді бұл салада негізінен жаңа бюджеттен бөлінеді, тек қана облыстық бюджеттен бөлінеді, ауданнан бөлінбейді. Электр желілерін ары қарай жұмыстанып жалғастыру. Сондықтан енді егер жаңағы округ әкімі болған жағдайда аудандық облыстық электр желілері торабына, басшыларына хат жазу, солармен жұмыстануға болады деп ойлаймын. Көгалдандыру, санитарлық тазалау. Мысалы, ауылымызда болады, ескі ағаштар болады, бұрыннан қурап тұрған, сол ағаштарды кесу, жаңа бір мердігермен келісіп, кесу, тазалау жұмыстарын жүргізу, көгалдандыру жұмыстарын жүргізу, абаттандыру дегенге мысалы балалар ойын алаңдарын, қазіргі таңда балалар біздің болашағымыз, біздің алдымыз деп те айтуға болады. Өйткені жаңағы спортпен шұғылдану үшін балаларға футбол алаңдарын, сонымен қатар жаңағы ойын алаңдар, спортпен шұғылдануға осындай жаңағы жұмыстар жүргізуге болады деп ойлаймын, осындай алаңдар салуға. Өңірдің экологиялық жағдайына назар аудару, стихиялық қоқыс орындарын жою жұмыстарын жүргізу. Әрине біздің район бойынша, аудан бойынша да қоқыс орындарын жою жұмыстары қазірде жүргізіліп жатыр. Бұрыннан қалып қойған стихиялық орындар, қоқыс орындары бар. Солармен жұмыстану округ әкімінің жаңағы міндеті деп ойлаймын. Осы жұмыстар енді алдағы уақытта жаңағы жүргізілетін болады. Округтың кадрлық әуелетін арттыру, жоғары білімді жас мамандарын ауылға оралып жұмыс жасалуына ықпал ету. Дипломмен ауылға бағдарламасымен тұрғын үймен қамтамасыз ету. Әрине ауыл болғасын бізге дипломмен ауылға жас мамандар келеді.
қазір жас мамандардың тапшылығы өте көп ауылдарда, оны өздеріңіз білесіздер. Барлық ауылдарда мысалы дәрігерлер жетіспейді, мұғалімдер жетіспейді, соның ішінде математика пәні мұғалімдер жетіспейді. Міне осы салада жаңа дипломмен ауылға әрине бағдарламасына түсіндіру жұмыстарын жүргізу округ әкімінің міндеті, түсіндіру жұмыстарын жүргізу, жаңағы мектеп директорларымен бірлесіп жұмыс жасау, я болмаса жаңа аудандық дәрігерлік амбулаториямен бірігіп жұмыс жасау, ол міндетіміз деп ойлаймын. Сонымен қатар жас мамандар енді ауылдың білім саласында, сонымен қатар денсаулық саласында өте керекті, бір өзекті, қазіргі таңда біздің аудан бойынша өте өзекті мәселе. Сондықтан бұны да жаңа жұмыстар жүргізуге болады деп ойлаймын. Ақсу ауылдық округінің мәселелерін максималды түрде шешу бойынша жоғары тұрған мемлекеттік құрылымдарының алдында дәлелді түрде жұмыстану. Әрине, округ әкімі болғасын, ол өте жаңағы жауапты да жұмыс, ол мемлекеттік қызмет, соның ішінде өте жаңағы жауаптылықты қамтамасыз ететін жұмыстың түрі деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы жоғары, әрине оны ауыл әкімі шеше алмайды ғой. Аудан басшыларымен осы мәселелерді жаңа округ бойынша алдағы уақытта болатын мәселелерді шешуге болады деп ойлаймын. Рахмет. Сұрақ қоюы. Құрметті қатысушылар, сіздер кандидаттардың сайлауалды бағдарламасымен толық танысып өттіңіздер. Ендігі кезекте пікірсайысымызды кандидаттардың сұрақ-жауап алмасуына көшеміз. Құрметті кандидаттар, қазір сіздер бір-бірлеріңізге сұрақ жолдап, сол сауалдарға жауап беру керексіздер. Әрқайсыңызға 2 сұраққа дейін қоюға болады. Сұрақ қою уақыты 1 минут, жауап беру уақыты 3 минут аралығы болуы бекітілді. Ескерте кетейін, қойылатын сауалдар кандидаттардың жеке өміріне қатысты болмауы тиіс және ар-намысына тиетін сұрақтар қоюға тыйым салынады. Бірінші болып сұрақ қоятын азамат Руслан Нұрболатович. Менің сұрағым Даргүл Ерікқызына. Осы ауылдық округте кәсіпкерлікті қолдау мақсатында қандай жұмыстар атқарар едіңіз? Ауылдық округте кәсіпкерлікті дамыту мақсатында біріншіден ақпараттық көмек қажет деп ойлаймын тұрғындарға. Яғни мемлекеттік бағдарламаларды, субсидияларды, гранттар жөнінде ақпаратты толық қолжетімді түсінікті жеткізіп, және көптеген ауыл тұрғындары рәсімдеу жолдарын білмейді, қиынсынады, сол бағытта көмек көрсетіп, және де екіншіден ауылға инвесторларды тарту жолдарын қарастырамын. Тағы да сұрақ жоқ па? Келесі сұрақ қоятын Көкжанова Даргүл Ереківна. Мен сұрағым Гүлмира Сагиналиевнаға, ауылдық округте мектепте балалар саны аз деп естідім. Осы бағытта қандай шешім таба алар едіңіз? Балалар санын ұлғайту жөнінде. Жақсы, ол өте жақсы сұрақ деп ойлаймын әріптесіме. Мен былай жауап берер едім. Әрине, Ақсу ауылдық округі өте шағын ауыл. Бала саны азайып келе жатыр. Өйткені төтенше жағдай болды, көктем кезінде суға кетті, халық көшті Ақсай қаласына жан-жаққа. Сондықтан мен бірінші былай деп ойлар едім, мына кейбір ауылдарда ауыл саны өте төмен ауылдардағы жаңағы аз қамтылған көп балалы отбасыларды өзімнің осы ауылыма шақырар едім. Бізге жұмысқа келіңіз, сізге жұмыс тауып береміз, жаңағы үй жағынан да көмек болады деп, осылай көп балалы отбасыларды тарта отырып, бала санын көбейтуге жұмыстанатын едім. Рахмет. Тағы сұрақ бар ма? Менің сұрағым Келесі болып сұрақ қоятын Сагиналиева Гүлмира Сагиналиевна. Кешіріңіз. Руслан Нұрболатұлы, сізге қояр сұрағым, егер сіз әкім болған жағдайда округ бойынша әлеуметтік саланы дамыту мақсатында жаңағы мамандық тапшылығын қалай жояр едіңіз? Енді білесіз, қазір ауылда мамандық тапшылығы өте көп. Сұрағыңызға рахмет. Енді жаңа өзіңіз айтып өтіп кеткендей, мен осы ауылмен етене араласып, зерделеп, ауылда қандай мамандық тапшы екенін
зерттеген болатынмын. Біріншіден осы мектеп саласында, білім саласында мамандықтар қажет етеді. Сонымен қатар осы мәдениет саласында мамандықтар қажет етеді. Маман тапшылығы бар. Мана өзіңіз айтып өткенде, ең бірінші ауылды округтың ең бірінші қазіргі таңдағы білім саласындағы үлкен проблемасы ол дейтін оқушы санының жетіспеуі. Біріншіден мектептегі бала санын көбейту. Бала саны көбейту үшін мана өзіңіз айтқандай қаладан ауылға жобасы аясында қаладағы көп балалы отбасыларды ауылға келу, ауылға келген жағдайда баспанамен қамтамасыз ету. Екінші баспанамен қамтамасыз етіп, екінші жұмыспен қамтамасыз ету. Сол мақсатта жұмыстана отырып, бала саны көбейткен жағдайда мектепке мұғалімдерді дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша шақыру бағытында жұмыстан еремін. Неге мен дейтін бұл бала санынан бастап отырмын? Себебі қазіргі таңда әрбір бала саны аз мектептерде біріккен сыныптар бар. Біріккен сыныптар болған жағдайда ол жерде сағат санының аздығы әсер етеді. Білім сапасының төмендеуіне әкеліп соқтырады. Сол проблеманы шешу мақсатында жаңағы жоғарыда айтылған жұмыстармен шұғылданып, сонда ғана ауылға мамандар тарта аламыз. Себебі ауылда сағат жетіспейді, жалақысы аз болады. Сол себепті ең бірінші білім саласының балалар санын көбейтіп, оқушылар санын сөйтіп жұмыстағаным. Ол кісілерді шынымен ауылға келген жағдайда баспанамен қамтамасыз ету жолдарын қарастырамын. Үлкен рахмет. Ендеше үшінші кезеңге қарай өтейік. Құрметті ауыл тұрғындары, енді кезекте кандидаттарға өз сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Сұрақтың бағыты Ақсу ауылдық округінің әлеуметтік экономикалық дамуы атты пікірсайыс тақырыбында кандидаттардың жариялаған сайлауалды бағдарламалары аясында және де өзге де өзекті мәселелер бойынша болуы керек. Сұрақ қою уақыты 1 минут, жауап беру уақыты 3 минут болып бекітілді. Сұрақты жеке кандидатқа немесе жалпы барлық кандидатқа арнап жолдауға болады. Пікірсайыс барысында кандидаттарды жақтап немесе қарсы бір үгіт жұмыстарын жүргізуге мүлде болмайтын ескеруді сұраймыз. Бұл үгіт шарасы немесе бір лауазымды тұлғалардың есепті кездесуі емес, пікірсайыстың форматы мен регламентін және де жалпы ережені сақтауларыңыз сұралады. Құрметті ауылдастар, кандидаттарға сұрақ қойғанда олардың жеке өміріне қатысты болмаған абзал және де ар намысына тиетін іс-әрекет жасалмауы, сөйлеу мәдениетіне жат сөздер қолданылмауы тиіс. Естеріңізде болсын, сұрақты жеке бір кандидатқа немесе жалпы барлық кандидатқа арнап жолдауға болады. Сұрақтарыңыз болса. Микрофон ала қойыңыз. Баршаңызға бүгінгі қатысып жатқан ауылдастарға саламатсыздар ма, үміткерлер. Бүгінгі әкімдік Ақсу әкімі болуға ауылымызға қош келдіңіздер. Баршаңызға әділ және сәтті сайлау болсын. Осы ауылдың тұрғынымын, есімім Алтынбек болады. Менің сұрағым мынандай: қазіргі осы біздің ауылда баршамызға белгілі ең басты мәселе жаңа жол мәселесі. Халықтың қазір естеліп отырған бұрыннан бері келе жатқан кіреберіс жол. Жаңада өздеріңіздің бағдарламаңызда таныстырып айтып кеттіңіздер. Ендігі менің сұрағым мынандай болып тұр. Жалпы сұрағым 3 кандидатқа бірдей болып тұр. Осы жаңаға сіздің үшеуіңіздің де баяндамаңызда, пландарыңызда болды, жол мәселесі айтылды. Енді осы мәселеге, именно тек жол мәселесін пока қозғап тұрмын. Осы мәселеге нақты қай жылға қандай іс әрекет жасайсыздар? Осы 4 жылдың ішінде. Ол жаңа ықпалдасам, көмектесем деген емес, нақты жауап бар ма? 4 жылдың ішінде осы жол болады дейді. Қандай жолмен және қандай мекеме оны өзіне алады? Қазіргі таңға дейін қандай жұмыстар соған атқарылды? Қай стадияға барып тоқтап тұр сол жол мәселесі? Рахмет, сұрағыңызға жауап бере берсеңіздер.
Сұрағыңызға рахмет. Қазіргі таңда біздің басты проблемамыз болып отқан 2 шақырымдық жол. Қазіргі таңда бұл процесс қазіргі таңда бұл процесс басталды. Осы 2 шақырымдық жол мәселесі бойынша қазіргі таңда сметалық құжаттары дайын. Тек қазіргі таңда осы мына 2 жылдық төтенше жағдайға байланысты кішкене бюджеттің қысқаруына байланысты ақша бөліну тоқтап тұр. Егер осы мақсатта жұмыстана отырып, осы мәселені 2027 жылға қарай осы мәселені шешу мақсатында нақты жұмыстанам. Рахмет жауабыңызға. Келесі. Жауап бере беріңіздер. Барлық кандидатқа қойылды сұрақ. Бұл кіребес жолдың жаңа түсінгендей сметалық құжаттамасы дайын. Енді ары қарай қаражат бөлінуіне орай жоспарда болады деп ойлаймын. Жоспарда бар. Руслан Нұрболатұлына қосыламын. Рахмет. Жауабыңыз бар ма? Енді жаңа өзекті мәселенің бірі ғой. Жаңа кіріп келе жатқанда бәрін көріп келе жатырмыз жағдайды. Енді ол жол мәселесі. Бұл деген жаңа аудандық бюджеттен бөлінетін нәрсе, ол жергілікті бюджеттен бөлінбейді. Сондықтан нақты айта алмаймын, бірақ енді нағыз округ әкімі болған жағдайда жұмыстан сұрауға болады ол бюджеттен. Бюджетке байланысты енді. Рахмет. Тағы да сұрақ қоямын деушілер. Жаңа енді сіздің үшеуіңіздің де мысалы естідім ме жауаптарыңызды. Осыған дейін де негізі бәленбай жыл айтылып келген әңгіме осылай. Әкім болардың кезде де, болып жатқан әкімнің, действующий әкімінде айтылған нәрсесі. Бұл сметный документация қашан дайын болады, бюджеттен бөлінеді. Ол егер сіздер жаңа сайлау бағдарламасына келіп отырсыздар, мысалы осы ауылға келер алдында осы ауылдың нақты проблемаларын қазір сіздер естіп жүрсіздер ғой, білесіздер, жаңа өзіңіз кіріп келе жатқанда көрдім дедіңіз. Енді неге соған нақты уже дайындалмаңыз, чтобы ауылдың адамдары сізге осы қоятын сұрақ осы ең бірінші очередь сұрақ осы жол мәселесі мен свет мәселесі болды. Свет мәселесінің шеті шығып келе жатыр, естіп жатыр, көріп жатыр, жұмыстанып жатыр жайлап. Осы жол мәселесі бойынша сіздерден осы мен ауыл ретінде сұрағым емес, жаңа өтінішім де бар. Ішінде жаңағы нақты бізге сайлау алдына дейін 3 кандидаттың хотя бы біреуіне нақты бір жауап керек еді. Қай уақытқа, қай стадияда тұр, қай жерге барып тұрып қалды бұл нәрсе. Шаруа. Оны біліп берсеңіздер, бұл ары қарай қалай сосын жұмыстанамыз. Ауылдан, ауыл тұрғындарына қандай көмек керек? Жалпы сіздің тарапыңыздан қандай іс атқарылады? Жақсы, рахмет. Енді оны жаңа болады ғой, соңынан жаңа жеке кездесіп осы сұраққа жауап берейік. Негізі жаңағы сметалық құжаты дайын. Енді ары қарай ақша күтіп отыр ғой бюджеттен. Ақша бөлінген жағдайда жұмыс басталады. Алтынбек мырза, сіздің тарапыңыздан және ауыл тұрғындары жалпы халықтың тарапынан тек қана қолдау керек. Қолдау бар жерде жұмыс арғата іске басады деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Ережені сақтайық, құрметті ауылдастар, қатысушылар. Тағы да сұрақ қоямын деушілер болса. Жеке кандидатқа немесе барлық кандидатқа сұрақ қоя аласыздар. Мына ауылға жаңағы аз қамтылған отбасыларды ауылдың жаңа баласы санын көбейту мақсатында жаңағы тартам деп жатырсыз. Дипломмен ауылға бар, жаңағы қаладан ауылға дейтін бағдарлама бар. Сол бағдарлама арқасында аясында қазір осы аз қамтылған отбасыларды ауылға көшіріп алып келген кезде
оларды үй мәселесімен нақты қандай үйлермен қазір қамтамасыз ету және қандай жұмыстармен қамтамасыз етейін деп отырсыздар. Егер ол келіп жатқан үміткерлердің мысалы мектеп саласы мен медицина және мәдениет саласына ешқандай несі болмаса, дипломы деген сияқты жаңағы қатысы болмаса, қандай жұмыспен ауылда қамтамасыз ете аласыздар? Екінші сұрағым, кіші бизнесті дамытамын дедіңіздер. Сонда нақты ауылға не керек деп ойлайсыздар? Осы ауылға қандай бизнес жобасы бізге керек? Не салынады осы ауылға? Не выгодно осы ауылға салған, не выгодно? Халыққа чтобы қамтамасыз ету үшін жұмыспен. Осы екі сұраққа жауап. Үш кандидатқа бірге қойылып отқан. Ауылға дейтін көпбалалы отбасыларды тарта отырып, мектептің бала санын көбейту мақсатында біріншіден жұмыстанар едім. Қазіргі таңда біздің ауылда ескі медпункт бар. Сол медпункт қазіргі таңда үкіметтің меншігіне өтті. Сол медпункттың пайдалану нысанын өзгерту отыра, целевой назначениесін өзгерту арқылы сол медпунктті 2 пәтерлі үйге ауыстыру. Сол үйді дейтін ремонттау, жөндеу жұмыстарын жүргізе отырып, біріншіден ауылға келген көпбалалы отбасыларды сол үйлерге орналастыру. Сонымен қатар біздің ауылдық жатақханамызда 2 бөлмелі бөлме бар, 2 бөлмелі не бар, жатақханамыз бар. Сол жатақханаға жетпеген жағдайда бір отбасына соған орналастыру. Ал екінші сұрағыңыз бойынша, қандай жұмыспен қамтамасыз етер едіңіздер? Біріншіден ол білім саласы мен мәдениет саласына жатпаса және медицина қызметкер болмаса, диплом болмаса. Қазіргі таңда шүкір ауылымызда көптеген кәсіпкерліктер бар, шаруа қожалықтары бар. Соларға жұмысқа орналастыру. Рахмет. Жауап бере берсеңіз, кандидат. Уақытымыз бітіп қалды ма? Жаңа айтып кеткендей, яғни арнайы мамандықтар болмаған жағдайда кіші қызметкер ретінде жұмыс орындары және кәсіпкерлерде жұмыс орындары болар деп ойлаймын. Жаңа айтып кеткендей, жатақханадан орын және алдағы уақытта тұрғын үй салу мәселелері болып қарастырылуы мүмкін. Рахмет. Келесі кандидатымыз, жауабыңыз болса. Жаңа енді өзім айтып өттім ғой, ол әлеуметтік мәселе, жаңа балалар мектептің жабылуы деген. Әрине ол мысалы көп балалы отбасы, тек қана дипломмен ауылға болса, енді жаңа жатақханаларға орналастырар едік, дипломмен ауылға жаңа сатылатын үйлерді кеңес берер едік. Енді жаңағыдай алып келген жағдайда әрине мына жер қатынастарымен келісіп, бос жатқан жерлер болса, сол жерлерге жаңадан тұрғын үйлер салып, солармен қамту жұмыстарын жүргізуге болады деп ойлаймын. Шешілмейтін нәрсе емес, сөйлесуге, ақылдасуға болады деп ойлаймын. Екінші кәсіпкерлікті дамыту дегенде мен жаңа көріп келатырмын. Мысалы, шағын ауыл болған емес, сіздерде ресторан, мысалы, ауыл болғасын, халық болғасын, той думан өткізетін жерде жаңа садақа деген сияқты. Сонымен қатар жаңа бизнес жақсы кәсіпкер болса, көмектесіп жер алып беріп, жаңа дүкен ашуға ықпал етуге болады деп ойлаймын. Сосын жаңағы жұмыссыз жүргендер сол жерлерге тартуға. Жұмыстану керек қой, енді әкім болғасын, округ әкімі. Рахмет. Рұқсат болса толықтыра кетсем. Жаңағы сұрағыңызға тағы да бір жауабым. Қазіргі таңда осы әлеуметтік осал топтарды қолдау мақсатында қайтарымсыз грант деген бағдарламалар бар. Сол кісілерге дейтін 1,5 миллион теңгеге дейін қайтарымсыз грант беріледі. Сол кісілерді сол грантқа қатысып алу үшін біріншіден
қолдай отыра бизнес бастау жобасына оқыту. Сол оқыта отыра, сол жобаға қатыстырып, өзінің ары қарата кәсіпкер атанып, өзінің әлеуметтік жағдайын көтеру мақсатында осы бағдарламалармен жұмыстану. Рахмет, тағы да сұрақ қоям деушілер бар ма? Болмаса, үшінші кезеңді қорытындылайық. Ендеше, құрметті кандидаттар, осы сәтті пайдалана отырып, сайлаушыларға қандай үндеу жасар едіңіздер? Қысқа нұсқа 1 минутқа дейін сөз өздеріңізде. Шеребе бойынша үндеу сөздеріңіз. Құрметті ауылдастар, құрметті сайлаушылар, енді жалғыздың шаңы шықпас дейді. Барлығыңызды осы алдағы жексенбіде 22 маусым күні өтетін осы ауылдық округ әкімнің сайлауына өзіңіз емес, отбасыңызбен бірге келіп, барынша қолдап, дауыс беруге шақырам. Рахмет баршаңызға. Құрметті ауылдық округ тұрғындары, баршаңызды 22 маусым күні өтетін сайлауға белсенді қатысып, өз таңдауыңызды жасауға шақырам. Рахмет. Құрметті Ақсу ауылының тұрғындары, сіздерді 2025 жылдың 22 маусымы күні жаңа округ әкімін сайлау болады. Сол сайлауға отбасыңызбен, балаларыңызбен, немерелеріңізбен барлығыңыз келіп, осылай жаңағыдай өздеріңіздің нақты қарайсыздар ғой, енді сол кісіге дауыс беруге, үндеуге шақырамын. Келіңіздер, қатысыңыздар, өз таңдауларыңызды білдіруге құқылысыздар. Рахмет, құрметті жиынға қатысушылар, осымен пікірсайысымыз аяқтала келді. Жоспарлаған кезеңнің барлығын өткіздік. Кандидаттарға және белсене сұрақ қойған тұрғындарға рахмет айтып сәттілік тілейміз. Ақсу ауылдық әкімін сайлауға белсене қатысып, азаматтық ұстанымдарыңызды бір ауыздан білдіреді деп сенім білдіреміз. Бұл елдегі реформаларға қосылған нақты үлес, халықтың еркін білдіруінің нақты көрінісі болады деп сенеміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.